Басталды ғой, нөлден құранға. Алғашқы сабақ қазір басталады. ألف Әлиф, باء бә, تاء тә, ثاء сә. Тіл тістеп айту керек. ألف باء تاء ثاء. Қазір сұрақ қояды. Мынау әлиф. Дұрыс. Екі нүкте бұл бә. Екі нүкте тә. Бір нүкте бә болады екен. Үш нүкте бұл сә. Дұрыс. Бүгінге небәрі 4 әріп екен. Сіздерді достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Олар да Рамазан соңына дейін Құранға түсіп алсын. Нөлден Құранға екінші сабақ. Кешегі сабақта әлиф, бә, тә, сә әріптерін өткен едік. Бүгінгі сабақта қазір басталды. جيم Джим, حاء хә, خاء. хо. جيم حاء خاء. Қазір сұрақ қояды. Ортасында нүкте бұл джим. Дұрыс. Үстінде нүкте бұл хә. Үстінде нүкте бұл хо екен. Ал нүктесі жоқ, бұл хә әріпі екен. Бүгінге небәрі 3 әріп. Сіздерді достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Олар да Рамазан соңына дейін Құранға түсіп алсын. Нөлден Құранға 3-ші сабақ. Кешегі сабақта джим, хә, хо әріпін үйренген едім. Бүгінгі сабақ دال дәл, ذال зәл, راء ра, زاء. зә. دال ذال راء زاء. Қазір сұрақ қояды. Бұл дәл. Дұрыс. Ал бұл әріп зә. Нүктесі бары зә, ал нүктесі жоқ, бұл ро әріпі екен. Бұл әріп дәл. Зәл. Зәл нүктесі бар, дәл нүктесі жоқ. Бүгінге небәрі 4 әріп екен. Сіздерді достарыңызға жіберіп қойыңыздар, олар да Рамазан соңына дейін Құранға түсіп алсын. Нөлден Құранға 4-ші сабақ. Кешегі өткен сабақта дәл, зәл, ро, зә әріптерін үйренген едік. Бүгінгі сабақта سين син, شين шин, صاد соде, ضاد. боде. سين شين صاد ضاد. Қазір сұрақ қояды. Син. Жоғарысында 3 нүктесі бар, бұл шин әріпі екен. Ал нүктесі жоқ, бұл син әріпі екен. Боде. Үстінде нүктесі бар, ол дот. Ал нүктесі жоқ, бұл сод екен. Бүгінге небәрі 4 әріп. Сіздерді достарыңызға жіберіп қойыңыздар, олар да Рамазан соңына дейін Құранға түсіп алсын. Нөлден Құранға. Бүгін 5-ші сабақ. Кешегі сабақта син, шин, соде, боде әріпін үйренген едік. Бүгінгі сабағымыз қазір басталады. طا То, ظا во, عين айн, غين. ғойн. طا ظا عين غين. Қазір сұрақ қояды. Бұл то. Нүктесі бар, бұл во әріпі екен. Ал нүктесі жоқ, бұл то әріпі екен. Бұл айн. Дұрыс. Ал бұл ғойн. Нүктесі бар, бұл ғойн. Нүктесі жоқ, бұл айн.
бүгінге небәрі 4 әріп. Сіздер де достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Олар да Рамазан соңына дейін Құранға түсіп алсын. Кәф. 0-ден Құранға. Бүгін 6-шы сабақ. Кешегі сабақта то, зо, айн, ғойн әріптерін өткен едік. Бүгінгі сабақ ثاء фә, قاف қоф, كاف кәф, لام ләм. ثاء قاف كاف لام. Қазір сұрақ қояды. Бір нүкте бұл қоф. Үстінде бір нүкте бұл фә, ал екі нүкте бұл қоф әріп екен. Кейінгісі ләм. Үстінде белгісі бар бұл кәф, үстінде белгісі жоқ бұл ләм екен. Бүгінге 4-ақ сабақ. Сіздер де достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Олар да Рамазан соңына дейін Құранға түсіп алсын. 0-ден Құранға 7-ші сабақ. Кешегі сабақта фә, қоф, кәф, ләм әріптерін үйренген едім. Бүгінгі сабақта ميم мим, نون нун, واو вау, ها хә, يا. я. ميم نون واو ها يا. Қазір сұрақ қояды. Нун. Мынау мим деген әріп екен. Хә. Ал мынау вау деген әріп екен. Вау. Ал мынау я. Астында екі нүкте болатын, бұл я деген әріп. Осымен әріптер аяқталды. Ертең толығымен тапсырып беретін боламын. Сіздер де достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Олар да Рамазан соңына дейін Құранға түсіп алсын. Бүгін әріптерді толық тапсыратын боламын. 0-ден Құранға 8-ші сабақ. Бүгін әріптерді толық тапсыратын боламын. Әлиф, бә, тә, сә, джим, хә, ха, дәл, зәл, ра, зә, син, шин, соде, боде, то, зо, айн, ғойн, фә, қоф, кәф, ләм, мим, нун, вау, хә, я. Осымен әріптер аяқталды. Сіздер де достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Олар да Рамазан соңына дейін Құранға түсіп алсын.